Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге барлығыңыз жасап жүрген балды торттың жаңа рецептін ұсынамын. Өте оңай жасалынады, әрі өте дәмді болып шығады. Арасына жағатын қайнатпалы кремнің ерекшелігімен танысатын боласыздар. Видеодағыдай нағыз балды торт шыққанын қаласаңыз, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Алдымен біз отқа қоятын ыдысымызға сары май саламыз, оның үстінен бал саламыз. Балымыз біздің таза болғаны дұрыс, сонда біздің тортымыз өте дәмді болып шығады. Балды салып алғаннан кейін ыдысымызды отқа қоямыз, отымызды орташа отта қойып, үздіксіз тоқтатпай араластырамыз. Міне осылай тоқтатпай араластырсаңыздар, барлығы еріп, осындай сұйық массаға айналады. Сұйық массаға айналғаннан кейін оның үстінен бір шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасын салған кезде осылай біздің массамыз көпіршіп көтерілетін болады, қорықпаңыздар. Массамыз сарғыш қоңырқай түске енген кезде отымызды өшіріп суытатын боламыз. Міне менде осындай түске енді. Балға байланысты, бұл жерде таза бал болса, осылай түске енетін болады. Суытып қоямыз. Ары қарай бір ыдысқа 4 жұмыртқа, оның үстіне шекер саламыз, жақсылап миксермен шайқаймыз. Жұмыртқа мен шекерді осылай ағарғанша миксерлейміз. Оның үстінен жаңағы суып тұрған балды массамызды құйып, тағы да кішкене миксерлейміз. Міне осындай әдемі түс шығатын болады бізде. Миксерді алып, венчиктің көмегімен алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды 4-5 бөлікке бөліп, жаймен салып араластырып аламыз. Барлығын салып жіберуге болмайды. Міне видеодағыдай жасаңыздар. Барлық керек құрамдарды мен видеоның астына описание деген бөлімге жазып қоямын. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазақша контенттің дамуын қаласаңыз, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай қоңырқай, өте қою, әдемі масса шығады. Осы массамызды табаға пергамент қағазын төсеп, жарты бөлігін құйып, жақсылап жайып аламыз. Бұл қамырды оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Осылай жайып пісірсеңіздер, тез пісетін болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 4-5 минут пісіріп аламыз. Арасына жағатын кремін дайындаймыз. Бізде қайнатпалы крем. Алдымен отқа қоятын ыдысымызға 2 жұмыртқа, оның үстіне шекер, жүгері крахмалы және кішкене ванилин қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып біріктіргеннен кейін оның үстінен сүт құямыз. Сүттің бізде температурасы маңызды емес. Венчикпен араластырып отқа қоямыз. Отымыз бізде орта отта тұруы қажет. Үздіксіз араластырып тұрсаңыздар, өзі қоюланатын болады. Араластыруды тоқтатпаймыз. Тоқтатсаңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Міне осындай қою масса пайда болады. Сол кезде отты өшіріп, суытамыз. Бір ыдысқа бөлек құйып аламыз. Өте дәмді болып шықты осы креміміздің дәмі. Ыдысқа құйып алғаннан кейін оның бетінен пищевая пеленка немесе кәдімгі пакетті жауып, арасына ауа кіріп кетпестей етіп, бетін жауып суытамыз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Өте оңай әрі тез піседі, жұмсақ, иілгіш болып келеді. Корждарымызды бір-біріне біріктіріп, жан-жағындағы артық бөліктерін кесіп алып тастаймыз. Тортымыз кіші болғанымен өте тойымды, бір бөлігін жесеңіздер тойып қалатын боласыздар. Жасап көріңіздер. Міне артық бөліктерін бір пакетке саламыз. Оны біз қазір әсемдеу үшін осылай оқтаумен немесе блендермен езіп алсаңыздар болады. Міне бізде дайын болды. Дайындап қойғаннан кейін корждымызды екіге бөлеміз. Осылай 4 бұрышты етіп бөліп алғаннан кейін кремімізді дайындаймыз. Кремімізге бізге сгущенка, оның үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары май болуы қажет. Екеуін жақсылап біріктіргенше араластырамыз. Бұл жерде қасықтың көмегімен араластырсаңыздар да болады. Араластырып алғаннан кейін жаңағы қайнатпалы кремімізді осы массамыздың үстіне құямыз. Екеуін жақсылап біріктіріп аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Корждарымызды бір-бірден алып, жақсылап крем жағып дайындап аламыз.
Креміміз көп жағылғанымен холодильникке қойып қойған кезде креміміз коржымызға сіңіп, өте әдемі дәм беретін болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Барлық кремімізді жағып алғаннан кейін жаңағы дайындап алған крошкілерімізді тортымыздың сыртын сәндейтін боламыз. Егер менің каналыма жазылмасаңыз, осы жерде подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Міне біздің оқтаусыз жасалған медовик тортымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Хош сау болыңыздар.